Кобожық, авторы Альфред ван Вогт, аударған Батырғожин Әйгерім, оқыған Гиккай. Қалалардың бірінің төбесінде ширек шақырым биіктікте үлкен бір жұлдыз ұшақ тұрып алды. Төмендегілердің бәрінде ғарыштық күйреудің іздері болды. Энергетикалық гондолосферада баяу түсіп келе жатқан Инеш ғимараттардың уақыт өте келе қирай бастағанын байқады. Денесіз механикалық дауыс, соғыс қимылдарының іздері жоқ, ешқандай із жоқ деп минут сайын қайталауда. Инеш параметрді аударды. Жер бетіне жеткенде, ол гондоланың өрісін өшіп тастап, қабырғалармен қоршалған шөп басып кеткен жер теліміне тап болды. Екпінді ағыс секілді сызықтары бар ғимарат алдындағы биік шөптердің ішінде бірнеше қаңқа жатты. Бұл қаңқалар ұзын, екі қолды және екі аяқты тіршілік иелерінің қаңқалары еді. Әрқайсының бас сүйегі жұқа омыртқаның үстінде ұсталып тұр. Барлық сүйектер ересектерге тиесілі және жақсы сақталған сияқты болып көрінді. Бірақ Инеш еңкейіп, олардың біреуіне қолының ұшын ғана тигізіп еді, бүтін буын сол сәтте-ақ бір уыс күлге айналды. Тігінен тұрып, ол жақын жерде Йоулдың қонып жатқанын көрді. Тарихшының энергетикалық сферасынан шығуын күтіп болғаннан кейін, Инеш, сіздің ойыңызша, біздің жандандыру әдісімізді қолданып көрудің қажеті бар ма? Деп сұрады. Йоул абыржыған кейіп танытты. Мен жұлдыз ұшақпен бұрын осында түскендердің бәрінен сұрадым, деп жауап берді ол. Мұнда бір гәп бар. Бұл ғаламшарда тірі тіршілік иелері қалмаған, тіпті жәндіктер де жоқ. Отарлаудың кез келген түрін бастамас бұрын біз мұнда не болғанын анықтауымыз керек. Инеш ештеңе айтпады. Шамалы жел соғып, олардан жақын жердегі кішкене тоғайда жапырақтар сыбырлай бастады. Инеш ағаштарға қарады. Йоул басын изеді. Иә, өсімдіктер зардап шекпеген, бірақ өсімдіктер әдетте белсенді өмір формаларына қарағанда мүлдем басқаша әрекет етеді. Олардың сөзі бөлінді. Йоулдың қабылдағышынан дауыс шықты. Шамамен қала орталығында мұражай анықталды. Оның төбесінде қызыл маяк тұр. Мен сізбен бірге барам, Йоул, деді Инеш. Мүмкін, онда эволюцияның әртүрлі кезеңдеріндегі жануарлар мен тіршілік иелерінің қаңқалар сақталған шығар. Айтпақшы, сіз маған жауап берген жоқсыз. Сіз осы тіршілік иелерін қайта жандандырғыңыз келе ме? Мен бұл мәселені кеңесте талқылауға саламын, деді Йоул жайлап. Бірақ менің ойымша жауап анық сияқты. Біз міндетті түрде бұл апаттың себебін анықтауымыз керек. Ол өзінің бір қармалаушымен әлдеқандай жарты шеңберді суреттеп, өз сөзіне былай деп қосты. Әрине, біз эволюцияның ең алғашқы кезеңдерінен бастап мұқият әрекет етуіміз керек. Балалардың қаңқаларының жоқтығы бұл тіршілік иелері жекелеген мәңгілік өмірге жеткендігін көрсетеді. Экспонаттарды қарап тексеруге кеңес жиналды. Инеш мұның бос рәсімділік екенін білді. Шешім қабылданды, олар жандандырады. Сонымен қатар бұл олардың бәрін қатты қызықтырды. Әлем шексіз, ғарыш арқылы ұшу өте ұзақ әрі жалықтырғыш. Сондықтан әр белгісіз ғаламшарға түсерде олар өз көздерімен көріп, зерттеуге болатын жаңа өмір формаларымен кездесуді үнемі асыға күтетін. Мұражай барлық мұражайлар сияқты болды. Төбесі өте биік, залдары кең, бейтаныс жануарлардың пластикалық фигуралары, тағы да көптеген заттар. Мұндай қысқа уақыт ішінде мұқият тексеріп, түсіну үшін олардың саны өте көп болды. Белгісіз нәсіл эволюциясы жәдігерлердің реттік топтамасы ретінде таныстырылды. Инеш бәрімен бірге залдарды аралап шықты. Ақырында қаңқалар мен мумиялар топтамасына жеткен кезде ол жеңіл демін алды. Қуат экранының артында тұрып, кәсіби биологтардың тас саркофагтан мумияны қалай шығарып жатқанын бақылады. Мумияның денесі ұзынша, қиық маталармен бірнеше қабаттап оралған, бірақ биологтар шіріп кеткен матаны ашуға кіріспеді. Жамылғыны ысырып тастап, олар әдеттегідей кішкентай қысқышпен бас сүйек қорабының сынықшасын ғана алды. Жандандыру үшін қаңқаның кез келген бөлігі жарамды. Алайда ең жақсы нәтижені бас сүйегінің кейбір бөліктері ғана береді. Бас биолог Хамар дәл осы мумияны таңдауының себебін түсіндірді. Денені сақтау үшін олар химияның қарапайымдылығының дәлелі болып табылатын химиялық заттарды қолданған. Саркофагтағы ойық олардың машиналармен таныс емес, қарапайым өркениет екенінің дәлелі. Бұл кезеңде жүйке жүйесінің потенциалдық мүмкіндіктері ерекше дамығандығы екіталай. Тілдер саны өте көп болып шықты. Оған қарамастан біздің тіл мамандарымыз мұражайдың барлық бөлімдерінде орнатылған сөйлеу машиналарының жазбаларына талдау жасады. Мұнда тіпті бұл тіршілік иелері тірі болған кездегі ауызекі тілінің жазбалары бар. Біздің мамандар барлық ұғымдарды оңай ұғындырып ажыратты. Қазір олар әмбебап аудармашыны біздің кез келген сұрағымызды қайта жанданған тіршілік иесінің тіліне аударатындай етіп теңшеді. Әрине, кері аудармамен де солай. Кешірім өтінемін, мен бірінші дене дайындалып болғанын көріп тұрмын. Инеш
Басқа кеңес мүшелерімен қатар биологтардың әрекеті мұқият қадағалады. Қайта тірілтуші құрылғының қақпағы қысқыштармен бекітілді де пластикті қалпына келтіру процесі басталды. Инеш ішінде бәрі ширап кеткенін сезді. Ол қазір не болатынын білді. Сөзсіз білді. Бірнеше минуттан соң бұл ғаламшардың ежелгі тұрғыны қайта тіріліп, олардың алдында бетпе-бет тұрады. Қайта тірілтудің ғылыми әдісі қарапайым және сенімді. Өмір шексіз, кішкентай мөлшердегі қараңғылықтан туындайды. Бәрі басталып, бәрі аяқталатын шекте, өмір мен өлім шегінде, тірілдейтін зат ескі күйден жаңа күйге, органикалық заттан бейорганикалық затқа және керісінше оңай өтетін, электрондар тірі немесе өлі болмайтын, атомдар тіршілік немесе жансыздық туралы ештеңе білмейтін сол ымырт аймақта пайда болады. Бірақ атомдар молекулаларға біріктірілген кезінде, егер өмірге келу жазылған болса, өмірге келуге болмашы ғана бір-ақ қадам жеткілікті. Бір-ақ қадам. Содан кейін қараңғылық немесе өмір. Тас немесе тірі жасуша, бір кесек алтын немесе бір тал шөп, теңіз құмы немесе балық патшалығының түпсіз тереңдігі мекендейтін сансыз ұсақ тіршілік иелері. Олардың арасындағы айырмашылық материяның пайда болуының ымырт аймағында туындайды. Онда әрбір тірі жасуша өзіне тән формаға ие болады. Егер теңіз шаяның аяғын жұлып алса, оның орнына дәл сондай жанасы өседі. Құрт созылып, дәл өзінде ашқарақ жетілген және зақымдалмаған екі жүйеге бөлінеді. Әрбір жасуша тұтас тіршілік иесіне айнала алады. Әрбір жасуша тұтас тіршіліктің соншалықты күрделі және егжей-тегжейлі мәліметтерін есте сақтайды. Ол мәліметтерді сипаттап жеткізу мүмкін емес. Бірақ парадоксалды қорытынды. Жадты органикалық деп есептеуге болмайды. Кәдімгі балауыз білікше дыбыстарды есте сақтайды. Магниттік таспа ғасырлар бұрын өшкен дауыстарды оңай шығарады. Жад – бұл филологиялық із, молекулалардың құрылымын өзгерткен затта қалған іздер. Егер оны оятса, молекулалар дәл сол кейіпте, дәл сол ырғақта жаңғыртады. Квадриллиондаған, квинтиллиондаған оятылған кейіп мумияның бас сүйегінен қайта тірілтуші құрылғыға жөнелді. Әдеттегідей жат алдамады. Қайта тірілушінің кірпіктері дірілдеп, ол көзін ашты. Демек, бұл шындық, деді ол дауыстап, және аудармашы бірден оның сөздерін гейналықтардың тіліне аударды. Демек, өлім, бұл басқа әлемге өту ғана? Бірақ менің жақын адамдарым қайда? Бірақ ол соңғы сөйлемді абдырап аянышты үнмен шығарды. Қайта тірілуші отырды, содан кейін құрылғыдан шықты. Құрылғының қақпағы ол тірілген сәтте автоматты түрде көтерілген еді. Гейналықтарды көргенде ол дірілдеді, бірақ бұл бірер сәтке ғана созылды. Қайта тірілуші абыройды жоғары ұстайтын асқақ мінездеді, және қазір оның бұл мінезі лайықты әрекет етуіне пайдасы тиді. Ол лажсыздан тізерлеп тұрып төмен қарай еңкейіп тағзым етті. Бірақ осы сәтте ода бір күдік пайда болды. Сіздер Мысырдың құдайларысыздар ма? Деп сұрады да орнынан тұрды. Қандай ұсқынсыз едіңдер? Мен белгісіз жындарға табынбаймын. Оны өлтір, деді капитан Горсит. Екі аяқты құбыжық жанталаса жұлқынып қалды да сәулелік қарудың жанында еріп кетті. Екінші қайта тірілуші үрейден дірілдеп бозарып тік көтерілді де былай деді. Құдайым, мен енді ешқашан қарғысатқан улы ішімдікке қол тигізбеспін. Ойпырмай десеңізші, есімнен танығанша ішіппін. Қайта тірілуші, сіз еске алған ішімдік, қандай ішімдік? Деп Йоол қызығушылықпен сұрады. Арақ, шарап, бас айналдыратын неше түрлі у, бұл ұяда не нәрсе ішкізбейді десеңші, о құдайым. Капитан Горсит Йоолға сұраулы жүзбен қарады. Жалғастыруға тұра ма? Йоол кідіріп жауап берді. Күте тұрыңыз, бұл қызықты, деді де қайта тірілушіге қарады. Егер біз басқа жұлдыздан ұшып келдік деп айтсам, сіз не істер едіңіз? Әлгі адам оған тесіле қарады. Ол анық қызығушылық танытты, бірақ оның қорқыныш сезімі басым болды. Тыңдаңызшы, деді ол. Мен өз шаруалармен айналысып көлігімен жүрген едім, бірер артық рюмка құрғатып алдым. Бірақ бәріне кінәлі қаза сатылып жатқан әлгі бықсыма. Ант етейін, басқа көліктерді көргенім жоқ. Егер бұл ішіп алған көлік жүргізушілері жазалаудың жаңа әдісі болса, мен берілдім. Сіздің жақ жеңді. Ант етемін, бұны өмірімнің соңына дейін енді қайтып аузыма алмаспын. Тек мені босатыңыз. Ол көлік жүргізеді, бірақ ол көлік туралы мүлдем ойламайды, деді Йоол. Біз ондай көлікті бұрын соңды көргеніміз жоқ. Олар көлікті өздерінің мұражайында сақтаудың қамын ойламаған. Инеш бәрі біреу болмаса біреудің сұрақ қоюын күтіп тұрғанын байқады. Егер ол сөйлемесе, үнсіздік жалғасатынын сезді. Одан көлікті сипаттап беруін сұраңыз. Көлік қалай әрекет етеді, деді Инеш. Міне, бұл басқа мәселе, деді адам қуанып. Айтыңызшы, әңгімені
Қайда бұрмақсыз, сонда мен кез келген сұраққа жауап беремін. Мен бәрі көзіме қосарланатындай етіп тойып алсам да, бәрібір көлікті жүргізе аламын. Ол қалай әрекет етеді? Жай стартерді қосып, аяқпен газды басасыз. Газ, деп техник лейтенант Вит араласып кетті. Ішкі жану қозғалтқышы, бәрі түсінікті. Капитан Горсет сәулелік қарумен тұрған сақшыға белгі берді. Үшінші адам отырды да біраз уақыт оларға мұқият қарады. Жұлдыздардан ба? Деп сұрады ол. Сіздерде бір жүйе бар ма, әлде сіздер біздерге кездейсоқ болдыңыздар ма? Залдың күмбезінің астына жиналған Гайна кеңесшілері иілген орындықта отырған күйінде ыңғайсызданып сасқалақтап қалды. Инеш пен Йола көз түйістірді. Тарихшы таңырқап қалды, және бұл сұрақ материологты қатты алаңдатты. Екі аяқты құбы жоқ, жаңа жағдайларға өте тез бейімделеді және ақиқаттықты тым қатты сезінеді. Оның әрекет ету жылдамдығымен бірде-бір гайналық теңесе алмайды, деп ойлады ол. Ойлау қабілетінің жылдамдығы әрдайым артықшылықтың белгісі бола бермейді, деді бас биолог Хамар. Баяу, мұқият ойлайтын тіршілік иелері де ойшылдардың арасында алдыңғы орындар алады. Әңгіме жылдамдықта емес, деп ойлады Инеш, ойдың дұрыстығы мен дәлдігінде. Ол өзін қайта тірілішінің орнына қоюға тырысты. Ол айналасындағылардың алыстағы жұлдыздардан келген бөтен жаратылыс екенін осылай бірден түсіне алар ма еді? Екіталай. Әлгі адам орнынан тұра бергенде осы ойлардың бәрі бірден оның басынан шығып кетті. Инеш және қалған кеңесшілер оған басын ұстады. Адам асыға терезеге қарай барды да сыртқа қарады. Бірер сәт қарады да ол оларға қайта бұрылды. Барлық жерде осылай ма? Оның бәрін түсіну жылдамдығы гайналықтар тағы да таңғалдырды. Ақырында Йол жауап беруді шешті. Иә, қирау, өлім, қалдықтар. Мұнда не болғанын білесіз бе? Адам артында гайналықтар отырған қуат экранының алдына келіп тоқтады. Мұражайды аралап қарап шықсам болады ма? Мен қай дәуірде екенімді анықтауым керек. Мен тірі кезде бізде қираудың бірнеше әдісі болған еді. Ол әдістердің қайсысы қолданылғаны өткен уақытқа байланысты. Кеңесшілер капитан Горсетке қарады. Ол аз бөгеліп, сәулелік қарумен тұрған сақшыға. Оны күзете жүріңіз, деп бұйрық берді. Сосын ол адамның көзіне қарады да, сіздің ниетіңіз бізге түсінікті. Сіз жағдайды пайдаланып, өз қауіпсіздігіңізді қаптамасыз еткіңіз келеді. Мен сізді ескертемін, артық қимыл жасамаңыз, сіз үшін бәрі жақсы аяқталады. Бұл өтірікке адамның сенген-сенбегені белгісіз. Ол өзінен бұрынғы екі адамды сәулелік қарумен күлге айналдырғанын және соның әсерінен бақып кеткен еденді байқағанын бір көзқарасымен де, бір қимылмен де көрсеткен жоқ. Қызығушылық танытып, ол жақын тұрған есікке жақындап, мұны бақылап тұрған екінші сақшыға мұқият қарады да тез ары қарай жүріп кетті. Сақшылар адамның артынан ерді. Олардың ізінен қуат экраны және артындағы барлық кеңесшілер бірінен соң бірі ере жүрді. Инеш табалдырықты үшінші болып аттады. Бұл бөлмеде жануарлардың үлгілері қойылған еді. Келесі залда Инеш өзі үшін жай сөзбен өркениетті деп атаған дәуір көрсетілген. Мұнда бір кезеңнің көптеген құрылғылары сақталған. Олардың барлығы дамудың жоғары деңгейін көрсетеді. Гайналықтар мұнда бірінші рет келген кезде Инеш бұл машиналар туралы атом энергиясы деп ойлап қойған болатын. Басқалар да бұны солай түсінді. Инештің артындағы капитан Горсет адамға қарап, ештеңеге қол тигізбеңіз, бір жалған қадам және сақшы сізді өртейді. Адам асықпай залдың ортасына келіп тоқтады. Инеш адамның аса қызығушылық сезіміне қарамастан өзін өзі ұстау қабілетіне тәнті болды. Ол өзін қандай тағдыр күтіп тұрғанын түсінген болу керек. Соған қарамастан ол бұлардың алдында бір нәрсе туралы терең ойға батып тұрды. Ақыры ол сенімді түрде сөйледі. Бұдан ары жүрудің қажеті жоқ. Мүмкін сіздер менің туған күніммен осы машиналар өндірісінің арасында қанша уақыт жатқандығын дәлірек анықтай аларсыздар. Мына кестеге сүйенсек, бұл жарылғыш атомдарды есептейтін құрылғы. Олардың саны шегіне жеткенде автоматты түрде белгілі бір энергия мөлшері бөлінеді. Периодтары тізбек реакциясы болмайтындай етіп есептеліп алынған. Менің уақытымда атомдық реакцияны бәсеңдететін мыңдаған болжама құрылғылар болды. Бірақ мұндай құрылғыны құру үшін атом дәуірінен бастап шамамен 2000 жылдай уақыт қажет. Сіздер салыстырмалы есептеу жасай аласыз ба? Кеңесшілер жауап күте Витке қарады. Инженер сасқалақтап қалды. Ақыры ол былай деді. Осыдан 9000 жыл бұрын біз атомдық жарылыстардың алдын алудың көптеген жолдарын білдік. Бірақ, деп ол баяу толықтырды, мен бұл үшін атомдарды есептейтін құрылғы туралы бұрын-соңды естімеппін. Сонда да олар өлді, деді астроном Шерри жайда ұстап. Үнсіздік қайта оралды. Оны капитан Горсет тоқтатты. Құбыжықты өлтір, деп бұйырды ол ең жақын сақшыға. Сол сәтте жалынға оралған сақшы еденге құлады. Сақшы емес, сақшылар. Бәрі бір сәтте көк құйынмен жұтылып, жойылып кетті. Жалын қуат экранын жалап өтіп, қарғып күшейді де, қайта қарғып, одан да өрши түсті.
От бүркеуінің арасынан Инеш адамның арғы жақтағы есікке қарай шегініп жатқанын көрді. Атомдарды санайтын құрылғы кернеудің әсерінен жарқырап, көгілдір найзағайға оранды. «Барлық есіктерді жабыңдар», деп капитан Горсет микрофонға айғайлады. «Сәулелік қарулы сақшыларды тұрғызыңдар, соғыс зымырандарын жақындатып әкеліп, ауыр мылтықпен құбыжықтағы атып өлтіріңдер. Әлде біреу психикалық басқару, әлдеқандай қашықта оймен басқару жүйесі. Неге біз бұған араластық екен?» деді. Олар шегінді. Көк алау төбеге дейін жалындап жанып, қуат экранын тесіп өтуге тырысты. Инеш құрылғыға соңғы рет қарады. Ол әлі де атомдарды санап жатқан болу керек, өйткені оның айналасына тозақтық көк құйын бұдықтады. Қалған кеңесшілермен бірге Инеш қайта тірілтуші құрылғы тұрған залға жетті. Мұнда оларды екінші қуат экраны жауып қорғады. Жеңілдеп олар жеке гондолаларға тығылып сыртқа ұшып шықты да асыға жұлдыз жаққа көтерілді. Үлкен кеме жоғары көтерілгенде одан атом бомбасы ажырап қалды. Мұражай мен бүкіл қаланың үстінде жалынды түпсіз шыңырау пайда болды. «Бірақ біз бұл тіршілік иелерінің неліктен жойылғанын біле алмадық қой», деп сыбырлады ол Инештің құлағына. Қашықтықта жарылыс дауысы қатып қалған кезде. Бұзғылт сары күн жарылыстан кейінгі 3-ші таңда көкжиектен көтерілді. Бұл ғаламшарға келгелі 8-ші күн. Инеш қалғандарымен бірге жаңа қалаға келіп түсті. Ол қайта тірілтуге деген кез келген әрекетке қарсы тұруға бел буды. «Метеоролог ретінде», деді ол, «мен бұл ғаламшар толықтай қауіпсіз және гайналықтардың отарлауына жарамды деп мәлімдеймін. Қайтадан тәуекелге барудың қажеті жоқ деп санаймын. Бұл тіршілік иелері өздерінің жеке жүйелерінің құпияларын ашқан. Сондықтан біз бұған жол бере алмаймыз». Биолог Хамар оның сөзін бөлді, келеке етіп. «Егер олар көп нәрсені білген болса, неге басқа жұлдыз жүйесіне көшіп өздерін сақтап қалмады?» «Меніңше», деді Инеш, «олар біздің жұлдыздар мен ғаламшарларды анықтау әдісімізді ашпаған». Ол тұнжыраған көздерімен достарын бір шолып шықты. «Біз бұл ерекше кездейсоқ ашылған жаңалық екеніне келістік. Әңгіме ақылдылықта емес, біздің жай ғана жолымыз болды». Инеш олардың жүздерінен оның дәлелін ақылмен қабылдамайтынын түсінді. Инеш бұларды күтіп тұрған апаттың алдын алуға өзінің дәрменсіздігін сезінді. Ол бұл ұлы тіршілік иелері өлімді қалай қарсы алғанын елестетті. Өлім тез келген болу керек, бірақ олар түсініп үлгермейтіндей соншалықты тез емес. Сәнді үйлердің бақтарында, ашық жерлерде жатқан қаңқалар өте көп. Өздерінің өлімін ашық аспан астында қарсы алу үшін ер адамдар әйелдермен бірге сыртқа шыққан болу керек. Инеш кеңесшілерге көптеген жылдар бұрын бұл тіршілік иелері өлімнің бетіне беймарал қараған соңғы күнін сипаттап беруге тырысты. Алайда ол жасаған көрнекі суреттер оның нәсілдестерінің санасына жетпеді. Кеңесшілер бірнеше қорғаныс экрандарының артында шыдамсыздықпен өз орындықтарында жылжылды. Ал капитан Горсет: «Инеш, түсіндіріңізші, сізде не себептен осындай эмоциялық реакция болды?» Бұл сұрақ Инешті үндемеуге мәжбүр етті. Ол бұл эмоция ғана болды деп ойламады. Инеш ессіздіктің табиғатын түсінбеді. Өз-өзіне есеп бермеді. Сондықтан ессіздік білдірмей оны тез иемденді. Ол енді ғана түсінді. «Себебі не?» деді ол ақырын. «Білемін. Себеп үшінші қайта тіріліші. Мен оны қуаттық жалынның арасынан көрдім. Ол алыс есіктің қасында біз ұшып кеткенше қарап тұрды. Қызығушылықпен көз алмай қарады. Оның бізді алдаған батылдығы, сабырлылығы, ептілігі, осының бәрі оны өлімге әкелді ме?» деді Хамар. Бәрі қарқылдап күлді. «Тыңда, Инеш», деді капитанның көмекшісі Мэйд, оған мейірімді жүзбен қарап. «Сіз бізді бұл тіршілік иелері бізден де батылырақ екендігіне, немесе қазір барлық сақтық шараларын қолданғанның өзінде біз тірілткен бір құбыжықтан сақтануымыз керек екенін сендіруге тырыспайтын шығарсыз?» Инеш үндемеді. Ол өзін ақымақ сезінді. Өзінің эмоцияға берілуі мүмкін екені туралы жаңалық оны қатты күйіндірді. Сонымен қатар ол қыңыр көрінгісі келмеді. Соған қарамастан ол соңғы рет талпыныс жасап көрді. «Мен бір ғана нәрсені айтқым келеді», деді ол ренішпен. «Жойылған нәсілмен не болғанын білуге тырысу менің ойымша онша маңызды емес. Капитан Горсет биологқа белгі берді де жандандыруды бастаңыз деп бұйырды». Инешке қарап тіл қатты. «Біз қалайша осылай бәрін аяқтамай тұрып, Гайнаға оралып, жаппай қоныс аударуға кеңес бере аламыз? Елестетіп көріңізші, біз мұнда бірдеңені соңына дейін анықтамадық делік. Жоқ досым, бұлай болмайды». Инеш бұрынғы пікірінде қалса да, қазір бірден онымен келісе кетті. Ол сөзіне бірдеңе қосқысы келіп еді, бірақ төртінші адам қайта тірілгендіктен бәрін де ұмытып қалды. Ол отырды да көзден ғайып болды. Қорқыныш пен таң қалу сезіміне толы үнсіздік орын алды. Капитан Горсет дауыстап айтты: «Ол бұл жерден шығып кетуі мүмкін емес. Біз бұны білеміз. Ол не де болса осында». Инештің айналасындағы гайналықтар өз орындықтарынан көтеріліп энергетикалық қақпақтың астындағы қуысқа қарай бастады.
Сақшылар шарасыздан қару ұстаған құрмалауыштарын төмен түсірді. Инеш көзінің ұшымен қорғаныс экрандарын өңдейтін техниктердің бірі Виттің құлағынан бірденені сыбырлап айтқанын және бірден оған еріп кеткенін көрді. Ол айтарлықтай көңілсіз оралды. Олар маған, деді Вит. Қайта тірілші ғайып болған кезде құралдың тілдері оңға бөлікке секірген. Бұл ішкі ядролық процестердің деңгейі. Бірінші гайналық атымен, деді Шөри сыбырлап. Біздің әрқашан қорқатынымыз осы еді. Жұлдыз ұшақтағы барлық локаторларды жойыңдар, деп айқайлады капитан Горсет микрофонға. Бәрін жойыңдар, естисіңдер ме? Ол жанып тұрған көздерімен астрономға қарады. Шөри, олар мені түсінбеген сияқты. Қол астыңыздағы адамдарға әрекет ет деп бұйырыңыз. Барлық локаторлар мен қайта тірілтуші құрылғылар дереу жойылуы тиіс. Тезірек, деді Шөри көңілсіз растап. Бұны істеп бітіргенде олар қалыптарына түсті. Олардың жүздерінде жабыраңқы күлкі пайда болды. Барлығы мұнды қанағатты сезінді. Капитан Мэйеттің көмекшісі: қалай болғанда да ол енді біздің Гайнаны таба алмайды. Ғаламшарлар мен жұлдыздарды анықтайтын ұлы жүйе біздің құпия болып қала береді. Біз енді жазадан қорықпасақ та болады. Ол аз тоқтап ақырын аяқтады. Мен өзіне айтып кеттім. Біз ештеңе жасаған жоқпыз ғой. Бұл ғаламшардың тұрғындарымен болған жағдайға біз кінәліміз бе? Бірақ Инеш оның не ойлағанын білді. Олар әрдайым осындай сәттерде өздерін кінәлі сезінетін. Гайналықтар жойған барлық нәсілдердің елестері алғаш қонған кезде оларды шабыттандырған аяусыз ерік жігер. Мұнда оларға кедергі келтіретін барлық нәрсені жою туралы шешім. Олардың артында жаппай жайылып жүретін үнсіз сұмдық пен жеккөрушіліктің қараңғы тұңғиығы. Олар бейбіт ғаламшарлардың еш күдіксіз бейкүнә тұрғындарын аяусыз өлтіретін, сәулелермен сәулелендірген кездегі сұмдыққа толы қиямет күндері. Мэйеттің сөзінің астарындағы нәрсе осы еді. Мен оның қашып кеткеніне әлі сенбеймін, деді капитан Горсет. Ол осында, осы ғимараттың ішінде. Ол біздің қорғаныс экрандарын алып тастауымызды күтіп отыр. Ол сонда ғана кете алады. Күте берсін, біз олай істемейміз. Үнсіздік қайта оралды. Олар энергиялық қорғаныстың бос күмбезіне күте қарап отырды. Мұнда тек өзінің металл тіреуішінде жарқыраған қайта тірілтуші құрылғы ғана тұрды. Бұл құрылғыдан басқа ештеңе де жоқ. Бірде-бір бөтен шұғыла, бірде-бір көлеңке жоқ еді. Күннің сары сәулелері барлық жерге еніп, алаңды жарықтандырғаны соншалықты онда жасырынып қалу мүмкін емес еді. Сақшы, деп бұйрық берді капитан Горсет. Қайта тірілтуші құрылғыны жойыңыз. Менің ойымша, ол оны тексеруге оралады. Сондықтан тәуекел етпегеніміз жөн. Құрылғы ақ жалынның толқынында ғайып болды. Сонымен бірге өлтіретін энергия екі аяқты құбыжықты әлі де болса көрінуге мәжбүр етеді деп сенген Инештің соңғы үміті де өшті. Үміттенетін ештеңе қалмады. Бірақ ол қайда кетуі мүмкін, деп сұрады Йоғо. Инеш бұл мәселені онымен талқыламақшы болып тарихшыға бұрылды. Жарты айналымды аяқтаған кезде ол сәл алысырақ жердегі ағаштың астында оларды мұқият зерттеп қарап тұрған құбыжықты көрді. Ол дәл осы сәтте пайда болған болу керек, өйткені барлық кеңесшілер бір уақытта ауыздарын ашып артқа ырғып түсті. Техниктердің бірі үлкен тапқырлық көрсетіп дереу гайналықтар мен құбыжықтың арасына қуат экранын орнатты. Әлгі баяу жақындады, ол осал еді және басын сәл артта ұстады. Оның көздері ішкі отпен сәулелендірілгендей жарқырап тұрды. Экранға жақындай келіп, адам қолын созып, оған саусақтарын тигізді. Экран көз шалғыстырарлықтай жарқ етті де түрлі түсті реңктермен бұлдырады. Түстердің толқыны адамға берілді. Түстер одан бетер жарқырай түсіп, лезде бүкіл денесіне басынан аяғына дейін төгілді. Кемпір қосақ түстес тұман басылды. Пішін көзге көрінбейтін болып кетті. Тағы бір сәт және адам экраннан өтіп кетті. Ол күліп жіберді. Дыбыс біртүрлі жұмсақ еді, кейін бірден байсалданды. Мен оянғанымда жағдай мені көңілдендірді, деді ол. Енді сіздермен не істесем екен деп ойладым мен. Инеш үшін оның сөздері өлі ғаламшардың таңғы ауасында тағдырдың үкімінде естілді. Тыныштықты бір үн бұзды. Дауыстың жасандылығы әрі қарлыққаны соншалықты Инешке капитан Горсеттің дауысын тану үшін уақыт қажет болды. Оны өлтір. Жарылыс жалыны өшкенде жараланбайтын тіршілік иесі бұрынғыша олардың алдында тұрды. Ол баяу алға жылжып, ең жақын тұрған гайналықтан 6 қадам қашықтықта келіп тоқтады. Инеш бәрінің артында болды, адам асықпай сөйледі. Екі шешім шығарылады. Бірі, менің қайта тірілгеніме ризашылыққа негізделген. Екіншісі, заттардың нақты жағдайға негізделген. Мен сіздердің кім екеніңізді және сіздерге не керек екенін білемін. Иә, мен сіздерді білемін. Сіздердің бақытсыздығыңыз осы да, мұнда мейірімді болу қиын, бірақ тырысып көрейін. Сіздер локатордың құпиясын ашасыздар делік, деп жалғастырды ол. Бұл жүйе бар болғандықтан біз бұдан былай ешқашан өткен жолдай ақымақтықпен қолға түспейміз. Инештің бар денесі ширығып кетті. Оның миы апаттың барлық ықтимал салдарын қамтуға тырысқан соншалықты,
одан басқа ештеңеге орын қалмағандай. Соған қарамастан сана сезімнің бір бөлігі басқаға алаңдаулы болды. Сонда не болады деп сұрады ол. Адамның өңі бұзылып кетті. Сол алыстағы күннің естеліктері оның дауысын қарлықтырып жіберді. Атом дауылы, деді ол. Ол бөтен жұлдызды әлемнен келді де біздің галактикамыздың шет-шетін толықтай алып кетті. Атомдық циклон диаметрі шамамен 90 жарық жылды қамтыды. Бұл бізге қол жетімді қашықтықтан әлдеқайда көп. Құтқарылу мүмкіндігі болмады. Одан бұрын бізге жұлдыз ұшақтар қажет емес еді, және ештеңке құрып үлгермедік. Сонымен қатар ғаламшарлары бар бізге белгілі жалғыз жұлдыз Кастор да дауылдан зардап шекті. Ол үнсіз қалды. Содан кейін ол үзілген ойына оралды. Сонымен локатордың құпиясы неде? Еніштің айналасындағы кеңесшілер жеңілдем алды. Олар енді нәсілдері жойылады деп қорықпады. Ең қорқынышты сәт артта қалған кезде Енеш гайналықтардың ешқайсы тіпті өздері туралы ойламағанын мақтанышпен атап өтті. Сонымен сіз құпияларды білмейді екенсіз ғой, деді Йоул жымын білдірмей. Сіз өте жоғары даму деңгейіне жеттіңіз, бірақ галактиканы тек біз ғана жаулап ала аламыз. Ол Астыртын күлімсіреп барлығын көзімен бір шолып шықты да былай деп қосты. Мырзалар, біз гайналықтардың ұлы ашуларымен мақтан ете аламыз. Жұлдыз ұшаққа оралуды ұсынамын. Бұл ғаламшарда бізге істейтін ештеңе қалған жоқ. Енеш біразға дейін олар сфералық гондолаларына тығылып болғанша, екі аяқты тіршілік иесі олардың жолын бөгеуге тырысады деп уайымдады. Бірақ артына қарап, адам артына бұрылып көше бойымен асықпай кетіп бара жатқанын көрді. Жұлдыз ұшақ биікке көтеріле бастаған кезде бұл бейне Енештің есінде қалды. Оның есінде қалған тағы бір нәрсе қалаға бірінен соң бірі тасталған 3 атом бомбасының жарылмай қалғаны. Біз былай жай ғана бұл ғаламшардан бас тартпаймыз, деді капитан Горсит. Мен құтпыжықпен тағы бір рет сөйлесуді ұсынамын. Олар, Енеш, Йоул, Вит және кеме командирі қайтадан қалаға түсуге шешім қабылдады. Олардың қабылдағыштарында капитан Горситтің дауысы естілді. Менің ойымша, таңғы тұман арасына мөлдір гондолалардың жарқылы Енештің көзіне түсті. Менің ойымша, біз бұл жаратылысты шын мәніндегіден мүлдем басқаға балап қабылдап отырмыз. Еске түсіріңіздерші, мысалы, ол оянды да бірден жоғалып кетті. Неліктен? Өйткені қорқып кетті. Я, әрине, жағдай оның қолында болған жоқ. Ол өзінің қолынан бәрі келеді деп санамайды. Бұл өте нақты дәлелде естілді. Капитанның пікірлері Енештің көңілінен шықты. Оған өзінің оңай дүрбелеңге түсіп кеткені кенеттен түсініксіз болып көрінді. Енді ол қауіпті жаңа қырынан көре бастады. Бүкіл ғаламшарда бір ғана адам бар. Егер олар шынымен шешім қабылдаса, онда адамды мүлде жоққа балап, отарлаушыларды қоныстандыруды бастауға болады. Енеш бұған дейін бірнеше рет осылай жасалғанын есіне алды. Көптеген ғаламшарларда байырғы тұрғындарының шағын топтары өлтіретін радиацияның әсерінен қашып, шалғай аудандарды паналаған. Барлық жерде дерлік отарлаушылар оларды біртіндеп ұстап алып жойып жіберген еді. Алайда оның білуінше, екі жағдайда байырғы тұрғындар өз ғаламшарларының кішкене бөлігін иелігінде ұстады. Сол жағдайларда оларды радиациямен жоймауға шешім қабылданды. Себебі гайналықтардың өздеріне зиян тиюі мүмкін еді. Ондағы отарлаушылар тірі қалған байырғы халқымен татуласып кетті. Ал мұнда болар болмасы бір ғана тұрғын бар. Ол көп орын алмайды. Оны іздеп тапқанда адам іскерше кішігірім үйдің төменгі қабатын сыпырып жатты. Ол сыпырғышты қоя салып бұларға беттеп террасаға шықты. Қазір ода сандалия мен үстіне бір көз шағылыстыра жақырған матадан бос желпілдеген туника болды. Ол оларға немқұрайды қарады, бірақ бір ауыз сөз айтқан жоқ. Келесі сөзді капитан Горсит бастады. Енеш тек оның әмбебап аудармашыға айтқан әңгімесін тыңдап қайран қалды. Жұлдыз ұшақ командирі өте ашық сөйледі. Олар алдын ала солай шешкен болатын. Ол гайналықтар бұл ғаламшардың басқа бөліктерін қайта тірілтетін ойы жоқ екенін баса айтты. Үдей өсіп келе жатқан Гайна ордасы жаңа әлемдерге үздіксіз мұқтаж екенін ескерсек, мұндай альтруизм табиғилыққа қарсы еді. Халық санының әр жана өсуі тек бір ғана жолмен шешілетін бірдей мәселеге әкеп соқты. Бірақ бұл жағдайда орталаушылар өз еріктерімен ғаламшардың жалғыз түрі тұрғынның құқығына қол соқпауға міндеттенді. Осы кезде адам капитан Горситтің сөзін бөлді. Мұндай шексіз таралудың мақсаты не? Оған шынымен қызық көрінді. Ал сіз біздің галактикамыздағы барлық ғаламшарларды қоныстандыңыздар делік. Одан әрі не болады? Капитан Горсит таңданған көздерімен Йоулға, содан кейін Вит пен Енешке қарады. Енеш теріске шығарып денесін ары-бері шайқады. Ол бұл жаратылысқа деген аяныш сезінді. Адам түсінбеді және мүмкін ешқашан түсіне алмайды. Ескі әңгіме. Өмірге бейімді және өшіп бара жатқан екі нәсіл қарама-қарсы көзқарастарды ұстанды. Біреуі жұлдыздарға ұмтылды, ал екіншісі тағдырдың қайтпастығына бас иді. Сіздерге неге инкубаторларыңызды бақылауға алмасқа, деп сұрады адам. Солайша үкіметтің құлдырауына себепші боламыз ба? Деді Йоул.
Ол мұны мейіріммен айтты, ал Инеш қалғандарының бәрі адамның аңқаулығына күлімсірегенін көрді. Инеш олардың арасындағы интеллектуалдық алшақтықтың одан әрі кеңейе түскенін сезді. Бұл жаратылыс әлемді басқаратын өмірлік күштердің табиғатын түсінбеді. Жақсы, деді адам тағы. Егер сіздер көбеюіңізді шектей алмасаңыз, біз бұны сіздер үшін жасаймыз. Тыныштық орын алды. Гайналықтар қаһарына міне бастады. Мұны Инештің өзі сезінді, және басқаларда да осындай белгілерді байқады. Оның көздері беттен бетке ауысып қарап өтті де, әлі есік алдында тұрған екі аяқты жаратылысқа қайта оралды. Инеш осымен әлденеше рет олардың қарсыласы мүлдем қорғансыз болып көрінеді деп ойлады. Қазір, деп ойлады ол, мен оны қармалауыштармен қаусырып аламын да жаншып тастаймын. Ол ішкі ядролық процестер мен гравитациялық өрістерді психикалық басқару, таза механикалық макроғарыштық шабуылды тойтаруға мүмкіндік беретіндігіне күмәнданды. Оның идеясы болды. Олар 2 сағат бұрын көрген күштің әрине белгілі бір шектеулері болу керек еді. Бірақ олар бұл шектеулерді білмеді. Дегенмен мұның бәрі қазір маңызды болмады. Олар күштірек пе әлде әлсіздеу ме, маңызды емес. Қорқыту сөздер айтылды. Егер сіздер шектей алмасаңыз, біз сіздер үшін жасаймыз. Бұл сөздер Инештің құлағына әлі де естіліп тұрғандай болды, және олардың мағынасы оның санасына тереңірек енген сайын, ол өзінің оқшауланған және жат екенін азырақ сезінді. Осы уақытқа дейін ол өзін тек көрермен санайтын, тіпті одан әрі қайта тірілтуге наразылық білдіре отырып, Инеш драманы сырттан қарайтын, бірақ оған қатыспайтын адам ретінде әрекет етті. Тек қазір ғана ол неге әрдайым бас иетінін және соңында басқалармен келісетінін анық түсінді. Өткенге, алыс күндерге көз тастап, ол ешқашан өзін жаңа ғаламшарларды жайлаушы және бөтен нәсілдерді жоюға қатысушы деп санамағанын түсінді. Ол жай ғана сонда болып, өзі үшін ешқандай маңызды емес өмірді ойға салды. Енді бұл тұжырым нақтыланды. Ол бұдан былай шыдай алмады. Оны құштырған құштарлықтың толқынына қарсы тұрғысы келмеді. Енді ол гайналықтардың қалың тобымен бірдей ойлап, бірдей сезінді. Нәсілдестерінің барлық күштері мен барлық тілектері оның қанында тасынды. Тыңда, екі аяқты, деді ол гүрілдеп. Егер сен өлген тайпанды тірілтуге үміттенсең, үмітіңді үз. Адам оған қарады, бірақ ештеңе айтқан жоқ. Егер сен барлығымызды көзімізді жоя алсаң, деп жалғастырды Инеш, әлдеқашан жойып жіберер едің. Бірақ барлық мәселе мынада, сенің бұған күшің жетпейді. Біздің кеме ешқандай тізбекті реакция болмайтындай етіп жасалған. Потенциалды белсенді заттың кез келген бөлшегіне критикалық массалардың пайда болуына мүмкіндік бермейтін антибөлшек қарсы тұрады. Сен біздің қозғалтқыштарымызды жарыстар жасай аласың, бірақ ол жарыстар да оқшауланған күйде қалады, ал олардың қуаты қозғалтқыштардың мақсатына қозғалысқа жұмсалады. Инеш Йолтың өзін түрткенін сезді. Абайла, деді тарихшы сыбырлап, сен қызбалыққа салынып біздің құпиялардың бірін айтып қоюың мүмкін. Инеш оның қармалауыштарын сілкіп тастады да ашулана қарады. Шындыққа тура қарайық. Бұл құбыжыққа нәсіліміздің барлық дерлік құпияларын ашу үшін біздің денемізге көз қырын салу жеткілікті болды. Бұл жағдайда ол өзінің және біздің мүмкіндіктерімізді әлі өлшеген жоқ деп қиялдау үшін біз ақымақ болуымыз керек. Инеш, деді капитан Горсит ақырып. Құрыштай қатты дауысын естіген Инеш артқа шегінді де жауап берді. Иә. Оның ашу-ызасы тез суыды. Мен, деді капитан Горсит, сіздің не айтқыңыз келгенін түсіндім. Мен сізбен толықтай келісемін. Бірақ Гайна үкіметінің ең жоғары өкілі ретінде ультиматум жариялауды өзімнің парызым деп санаймын. Ол бұрылды. Оның ірі денесі адамның төбесіне келіп тұрып алды. Сіздің кешірілмейтін сөздерді айтуға батылыңыз барды. Сіз Гайнаның ұлы рухының қозғалысын шектеуге тырысатыныңызды айттыңыз. Рух емес, деді ол ақырын күліп. Жоқ, рух емес. Капитан Горсит оның сөздерін елемеді. Сондықтан, деп жалғастырды ол, бізде таңдау жоқ. Мүмкін уақыт өте келе сіз қажетті материалдарды жинап және тиісті құралдарды жасай отырып, қайта тірілтуші құрылғыны жасай аларсыз. Біздің есептеуімізше сіз тіпті бәрін білген жағдайда да бұған кем дегенде 2 жыл уақыт қажет. Бұл өте күрделі аппарат. Сондықтан жойылар алдында мыңдаған жылдар бұрын машиналардан бас тартқан нәсілдің жалғыз өкілі үшін оны жинау өте қиынға соғады. Сіз жұлдызшақ құрып үлгермейсіз. Біз сізге қайта тірілтуші құрылғыны жинауға уақыт бермейміз. Мүмкін сіз айналаңыздағы белгілі бір қашықтықтағы жарылыстың алдын ала аласыз. Ондай жағдайда біз басқа материктерге ұшамыз. Ал егер сіз онда да кедергі жасасаңыз, бізге көмек қажет болады. Алтай ең жоғары жылдамдықта ұша отырып, біз гайналықтар отарлаған жақын ғаламшарлар біздің қоңырауымызды еститін жерге жетеміз. Олар ғаламат флот жібереді. Оған сіздің барлық күштеріңіз қарсы тұра алмайды. Минутына 100 немесе 1000 бомбаны тастай отырып барлық қалаларды қиратып жоямыз. Сіздің халқыңыздың қаңқасы түгіл күлі де қалмайды. Біздің жоспарымыз осындай, және солай болады да.
Енді бізбен не істесеңіз де өз еркіңіз, біз сіздің қолыңыздамыз. Адам басын шайқады. Әзірге ештеңе жасамаймын деді де, әзірге ештеңе деп баса айтты. Ол ас кідіріп ойлана жалғастырды. Сіз дұрыс пайымдайсыз, өте. Әрине, мен құдіретті емеспін. Бірақ сіз бір нәрсені ұмытып кеттіңіз. Нені екенін айтпаймын. Ал енді қош болыңыз, кемеңізге оралып, қалаған жеріңізге ұша беріңіз. Менің әлі шаруам көп. Инеш қимылсыз тұрды. Өзінің тағы да ашуға булыға бастағанын сезді. Содан кейін ол ысылдап, қармалауыштарын тарбитып алға секірді. Олар нәзік денеге тие бергенде кенеттен оны бір нәрсе лақтырып жіберді. Инеш жұлдыз шақта оянды. Өзінің мұнда қалай тап болғаны есінде жоқ. Еш жері жараланбаған, ешқандай жарақаты жоқ. Ол тек капитан Горсит, Вейт, Йол туралы аңдады. Бірақ үшеуі де таңданған кейіппен оның қасында тұрды. Инеш қимылсыз жатып әлгі адамның не айтқанын ойға салды. Сіз бір нәрсені ұмытып кеттіңіз. Ұмытып кеттіңіз? Демек олар оны білді. Ол не? Инеш әлі де бұны ойлап жатыр еді. Йол былай деді. Біздің бомбаларымыз бірдеңе жасай алады деп үміттену ақымақтық. Оның айтқаны дұрыс болып шықты. Жұлдыз ұшақ жерден 40-жарық жыл қашықтықта болғанда Инеш кеңес залына шақырылды. Йол сәлемдесудің орнына мұңайып айтты. Құбыжық кемеде. Оның сөздері Инешке найзағайдай тиді. Бірақ сол найзағаймен бірге ол кенеттен түсінді. Міне, біз нені ұмытып кеттік, деді ол таңдана қатты дауыстап. Біз, егер ол қаласа ғарыш кеңістігінде жүре алатынын ұмытып кеттік. Ол қалай, деді, 90 жарық жыл кеңістік ішінде. Инеш түсінді. Жұлдыз ұшақтарды пайдалануға мәжбүр болған гайналықтар әрине адамның бұл қабілетін есіне алмады. Таңданатын түгі де жоқ. Инеш үшін шындық бірте-бірте мағынасын жоғалта бастады. Енді бәрі аяқталғаннан кейін ол қайтадан қалжырағанын, қартайғанын сезініп, қайтадан жалғыз қалғандай болды. Оған мән-жайды түсіндіруге бірер минут қана жетті. Физик көмекшілерінің бірі қоймаға бара жатқан кезде төменгі дәлізде адамды байқады. Жалғыз таңғалдыратыны жұлдыз ұшақтың үлкен экипажының ешқайсысы құбыжықты бұрын байқамаған. Дегенмен біз ғаламшарымыздың бәріне қонайын деп жатқанымыз жоқ қой, деп ойлады Инеш. Сонымен ол ғаламшарды анықтау үшін бізді видеоны қосқан кезде ғана пайдалана алады. Инеш тоқтап қалды. Әрине, әңгіменің бәрі осыда. Оларға бағытталған видео сәулені қосуға тура келеді. Байланыс орнатысымен адам қажет бағытын анықтай алады. Инеш басқа нәсілдестерінің көзінен қабылданған шешімді оқыды. Бұл қазіргі жағдайда мүмкін болатын жалғыз шешім еді. Дегенмен Инешке олар бір өте маңызды нәрсені ұмытып кеткендей көрінді. Ол баяу жүріп залдың түбіндегі үлкен бейне экранның қасына келді. Ондағы бейне жарқын, ұлы әрі таңғажайып болғаны соншалықты үйренбеген санаға найзағай жарқылындай әсер ететін еді. Тіпті Инеш оны бұрын бірнеше рет көрсе де ақыл ойға сыймайтын, елестету мүмкін емес шексіз тұңғиықты көргенде қайран қалатын. Бұл құс жолының бір бөлігінің бейнесі еді. 400 миллион жұлдыз, тіпті 30 мың жарық жыл қашықтықтағы қызыл ергежейлілердің жарқылын да көрсете алатын алып телескоптың көздігіндегідей жарқырады. Бейне экранның диаметрі 25 ярд болатын. Мұндай телескоп ешқайда жоқ. Оған қоса басқа галактикаларда жұлдыздар мұндай көп емес еді. Жарқыраған әр 200 мың жұлдыздың ішінде жалғыз ғана отарлауға қолайлы ғаламшар болатын. Дәл осы зор мәні бар факт оларды осы қатерлі шешімді қабылдауға мәжбүр етті. Инеш барлығын шаршаған көздерімен бір шолып шықты. Сөйлеген кезде оның дауысы сабырлы болып естілді. Құбыжық барлығын есепке алыпты. Егер біз бұдан әрі ұшатын болсақ, ол бізбен бірге ұшып барып, қайта тірілтуші құрылғыны иемденіп, оған қолжетімді тәсілмен өз ғаламшарына қайтып оралады. Ал егер біз бағытталған сәулені қолданатын болсақ, ол сәуленің бойымен ұмтылып, қайта тірілтуші құрылғыны тартып алады да өз ғаламшарына бізден бұрын қайтып оралады. Қалай болғанда да біздің кемелер ғаламшарларға жетпес бұрын екі аяқты нәсілдестердің жеткілікті санын жандандырып үлгереді. Содан кейін біз дәрменсіз боламыз. Оның бүкіл денесі түршігіп кетті. Ол дұрыс пайымдады, дегенмен де іштей бірдеңені жіберіп алғандай сезінді. Инеш баяу жалғастырды. Қазір біздің бір ғана артықшылығымыз бар. Біз қандай шешім қабылдасақ та, ол оны әмбебап аудармашының көмегінсіз біле алмайды. Біз оған құпия болып қалатын жоспар құра аламыз. Ол өзі де біз де кемені жарып жібере алмаймыз деп ойлайды. Біздің бір ғана жолымыз бар, жалғыз ғана. Капитан Горсит үнсіздікті бұзды. Сіз бәрін біледі екенсіз. Біз қозғалтқыштарды қосып басқару құрылғыларын жарып жібереміз де құбыжықпен бірге өлеміз. Олар бір-біріне қарады. Бәрінің көздерінде өздерінің нәсілдері үшін мақтаныш сезімдері орын алды. Инеш әрқайсысына кезек-кезек қармалауыштарын тигізді. Бір сағаттан соң жұлдыз ұшақтағы ауа температурасы бір шама көтерілген кезде Инешке кенеттен бір ой келді. Ол микрофонға асыға ұмтылып астроном Шюриді шақырды. «Шюри!» деп айқайлады ол. «Есіңде ме, Шюри? Құбыжық оянып, жоғалып кеткен кезде...» «Есіңде ме, капитан Горсит сенің көмекшілеріне локаторларды бірден жойғыза алмады.
Біз олардан неге кідіргенін сұрамадық та, солардан сұра, қазір сұра. Тыныштық орнады да, сәлден соң Шөре жауап берді. Дауысы шуылдың әсерінен әлсіз естілді. Олар бөлмеге кіре алмады. Есік жабық тұрды. Иніш етенге отыра кетті. Міне, осы. Демек олар бір емес бірнеше сәтті жіберіп алған. Адам оянған соң бәрін бірден түсінген еді. Көзге көрінбей кетіп, бірден жұлдыз ұшаққа бет алғанды. Ол сол кезде локатор мен қайта тірілтуші құрылғының құпиясын зерттеп біліп алған болатын. Егер оны бірінші кезекте зерттемеген болса, ол қайта пайда болған кезде олардан өз қалағанының барлығын алып болған еді. Қалағанының бәрін құбыжық оларды осы үмітсіздікке, өзін-өзіне қол жұмсауға итермелеу үшін жасады. Қазір бірнеше минуттан кейін ол жақын арада ешбір бөтен тіршілік иесі өзінің ғаламшары туралы біле алмайтынына, оның нәсілінің қайта тіріліп өмір сүретініне және бұдан былай ешқашан жойылып кетпейтініне нық сеніммен кемеден кетеді. Қайран қалған Инеш тәлтіректеп, гүрілдеген қабылдағышқа жабысып, микрофонға соңғы түсінгенін айғайлай бастады. Жауап болмады. Барлығы ғаламат, енді басқарылмайтын энергияның гүрілінен естілмей қалды. Инеш есеңгіреп, қуат реттегішке жетуге тырысқан кезде, энергия қызуы оның брондалған сауытын жұмсарта бастады. Алдынан қызыл жалын шап ете түсті. Шырылдап, өксіп, ол қабылдағышқа қайта ұмтылды. Бірер минуттан кейін құдіретті жұлдыз ұшақ көк-ақ күннің жан түршігерлік жалына сүңгіген кезде, ол әлі микрофонға шиқылдап бірдеңе айтып жатқан еді.